Мама 6 детей. Какая была и какая стала. Представь, да? Я не хочу, чтобы так дальше продолжалось. Өзімнің даусым ұнамай бастады. Ойлашы, гармонда отырдыңыз. Балаларға айғайлаймын. Псориаз деген ол бір кетпейтін нәрсе ғой. Я вижу паразиты в глазах деген осы. Мен бұрын аштан өліп қалатын сияқты болғанбыз. Ашылмай жүрген қызым ашылып келе жатыр. Өзіңізді өзіңізге қайтарып жатсыз. Вот как вы думаете, мамочка 6 детей, как она выглядит в нашем представлении? Это такая зачуханная, недовольная, вечно не успевающая, мрачная мамочка. Можно понять, да? Вот здесь такой спасательный жилет, и что-то бегает. А сегодня я хочу вас познакомить с прекрасной Сауле, наша участница кардинального преображения, күрделі өзгерістің қатысушысы Сауле ханым. Кім айтады? Сауле ханымда 6 бала бар деп. Қалай таныстық, Сауле ханым? Күрделі өзгеріс туралы ақпарат бердім Инстаграмда. Содан кейін әдейі 6 кезінде шақырдым. Кім келеді? Кім ұйқысын қойып, барлық шаруасын тастап, нағыз өзгерем деген кісілерге әдейі шақырдым. Көрейін дедім. Диванда жатып сериалын көріп жатпай, кәдімгідей өзгерем деген талпынысқан адамға. Енді мен өзімде 4 бала болғасын ойлаған жоқпын. 6 баласы бар ханым келеді деп. Сондықтан да Сауле ханым танысқаныма қуаныштымын. Осы 40 күннің ішінде біз әлі 20 күніміз қалды. Соның арасында ақпаратпен бөлісейік деп, әдейі көрермендерге қызық болсын деп. Расында сіз екінші келе қалдыңыз. Жаңағы паркке. Сосын барып Меруерт ханыммен таң қалдырдым, 7 балам бар, машалла да. Алтын алқа иегерімді. Bir кезде Сауле ханым айтады ғой, мен күміс алқаның иегерімін, 6 балам бар деп. Сөйтіп қуанып танысқаным. Сосын ойладым, расында керек екен бұл бағдарлама деп. Әрине керек. Сөйтсем, осындай керемет өзгерістер бар. Осы күннің ішінде неше килограмм тастадық? 11 килограмм. 11 килограмм. 19 сантиметр. Белден 19 сантиметр кетті. Ойлаңызшы. Өзім армандаған 42-ші размеріме келдім. S размерге. Сосын мен анау бірінші айтып едім ғой. Енді сіздің бойыңыз 153. 153 болғасын, мен айттым ғой, сіздің весіңіз өте көп деп. Соңыз айтты, қалай мен кішкентай болып қаламын ғой, өзім кішкентаймын деп. Енді қараңызшы, сіз бетіңіз тіпті толысып кетті, керемет болып. Шаш деген кәдімгідей шелковистый. Түптері бәрі жарқырап. Шашым қалыңдады, бұрын көп түсе беретін, ол қойды. Басында перхот болатын, ол да кетті. Бәрі. Керемет, да? Тісі ағарып, машалла. Бет деген жылтырап тұр. Мама 6 детей. Какая была и какая стала. Представь, да? Модель. Здесь 19 сантиметров ушла. Оказывается, я ошиблась. Не 14 было, 19. 11 килограмм. Представь? За 40 дней, да? Да. Даже если у вас 10 детей, не переставайте себя любить. Не уходите от себя. Возвращайте себя к себе. Смотрите, какая красота. Сколько улыбки, сколько света в глазах. Вот эту фотографию до, видите же? Смотрите, какой блеск, да? Просыпаться, да, классно утром? Да, утром прям энергичная, вечером тоже такая энергичная уже. Представь, как ваша семья радуется. Да. Мы же энергия. Я очень рада, Сауле ханым. Спасибо, Игорь Рахмет. Какое платье украли? Свое старое платье. Гардероб надо менять. Вам не надо менять, у вас все стоит. Старые есть, это брюки надо новые покупать теперь. Смотрите, как с чужого плеча. Смотрите, какой, да, был жир. Смотрите, она была притык, да? Да. Представьте, вот какая была тетка. Сейчас смотри, какая красотка. Смотри, все, вот смотри. Это реально. Это мы еще на полпути, да? Да, 2 этапа. А лицо наоборот, да? Да. Стала упругая, наоборот, наполнилась. Тут в чем прелесть? Обычно, когда на простых диетах или что-то сидят, лицо увядает, а здесь, наоборот, наполняется, как яблочко. Глаза открылись, зубы побелели. Волосы, да, такие живые стали. Вот так вот. Везде объемы прямо конкретно уменьшились. Вес ушел. Зачем этой красавице 74 сантиметра? Представь, вот смотрите. Поэтому вот это стереотип. Люди думают, если я маленькая, значит, должен быть колобок. А сейчас вы, наоборот, статная, да? Легкая. Да.
А теперь поняли, да, что лицо не увядает? Он говорит, как? Я, говорит, если похудею настолько-то, у меня, говорит, лицо вообще станет, я стану маленькая, а вы, наоборот, сейчас стали какая эффектная. Вот хотите так же, пожалуйста, на нашем завтраке здоровья. Айгүл ханым инстаграмнан шақырғанда мен ойладым, уже адам толған шығар, но сонда да барайын деп бардым. Айгүл ханымды кездестірдік. Алла разы болсын ол кісіге. Өзінің шын ниетімен пайдамды тигізем деп шақырды ғой, біз келдік. Естіген адамдар келді. Өзгереміз, бұрынғыдай өмір сүргіміз келмейді. Жақсы жаққа өзгергіміз келеді деген адамдар келді. И біз өзгеріп жатырмыз. Басында енді денсаулықты дұрыстау үшін келдік. Айтпақшы, сізде толып жатқан букет болды ғой, соларды айтыңызшы. Менде гипотиреоз, 17 жыл эутирокс ішкем. Ойлашы, гармонда отырдыңыз, иә? Иә, гармонда отырдым. Ыңғай шаршай беретін, бірдеңе істегім келеді. Ойлаймын да, сосын уже түстен кейін істемеймін оларды. Ешқайсысын таңертең ойлаймын, тұрып жатқанда осыларды істеймін деп. Сосын істемеймін, уже күшім болмайды менің. Сосын постоянно нервная болдым. Балаларға айғайлаймын, недовольная всегда сондай болып жүретінмін. Изгиб, желчит, гастрит, тағы да букет болезньдер болды бәрі. Қазір Аллаға шүкір, түбегейлі өзгерістің екінші этапын аяқтап жатырмын бүгін. Мендегі өзгерістер өзімді өте жеңіл сезінемін. Энергиям тасып тұр десем де болады. Эмоциональный фон жақсарды, үйде де, өзімде де. Больше спокойствие, түсінік келіп жатыр. Сосын анау өзіңіз ести бастадыңыз, иә? Иә, Шаршағанды біліп. Айгүл ханымның кеңестері көп пайда тигізіп жатыр. Жалғыз маған емес, мен жан жағымдағы адамдарға да, отбасыма да. Олар да рахатын сезіп жатыр ғой деп. Менің өзгергенім жан жақта зейнетін көріп жатыр деген десем де болады. Өз-өзін қабылдап, өз-өзінді тыңдап, шаршағаныңды да, өзіме мысалы бұндай көңіл бөлмеппін деп ойлаймын да. Хан қызындай өзімді сыйлап жатырмын. Бұндай құрметті менің басым өз-өзіме келтірмеппін, жасамаппын. Сол шаршап, жүгіріп, расында сіз өте керемет жансыз ғой, 6 баланың анасы расында. Өзіне мүмкін мүлдем мән бермей, қазір кішкене мән беріп, түсініп, машалла. Сәуле ханым, бұл жас не білдіреді? Бұл тазарудың жасы, өзгергендіктің жасы, сосын ненің ризашылықтың жасы деп білемін. Бір жұмадан кейін сізбен кездестік, тазарып бастағаннан кейін. Екінші рет кездескенде сіздің жаныңызда отырып, сіздің кеңестеріңізді бәрін тыңдап, завтраққа келгенде көзімнен тоқтамай жас ағып отыр. Сіз сөйлеп отырдыңыз маған. Маған емес, барлық халық отырды. Но менің жеке консультациям болған сияқты болды. Мен бәрін жүрегіме қабылдадым, бәрін жүрегіммен тыңдадым десем де болады. Себебі уже қасыңызда отырғанның өзінде де очищение болып жатқан сияқты өзімді сезіндім. Ондай осылай жыламасам да, тоқтамай жас ақты қасыңызда отырғанда. Кеткенше дейін ақты. Сосын сап тиылды, тоқтады. Мен ана болғасын түсінемін сізді. Расында андай бір қолдауды күтесің, былай бір мен тыңдаса екен деп. Мен сол білемді, енді өзім көп бала ана болғасын. Біртүрлі бір-бірімізге жаңағы тірек болып, сол сіздерді қуантуға мен ылғи риза боламын да. Дастархан жайып, сіздерді қуантсам екен деп. Иә, шын көңіліңізбен бұл істі қолға алғаныңыз көрініп тұр. Алла разылығы үшін. Рахмет сізге. Прям бұндай заботаны мен көрмедім десем де болады. Сіздің шын ниетіңіз көмектескіңіз келіп, біздің қалай жүріп жатыр, қалай нетіп жатсыңдар, жаның қалай, ішіңде не болып жатыр, бәрін сұрап біліп, жанашырлықпен
бізді алға қарай жылжыттыңыз, өзгерттіңіз, жақсы жаққа өзгеріп келеміз. Бұрын өмірімізде болмаған жақсылықтар болып жатыр. Рахмет сізге. Өте ризамын. Маған да өте расында жүрегімді елбіретіп жүрдіңіз. Солай кішкене де болса да бір қуаныш әкелгеніме сол альхамдулилля Алла тағала қалауымен. Бірінші кездесудің өзінде мен сізден андай мені сезген бір ыстық леп ұрып тұрған, жалындаған от болады ғой, жанып тұрған, содан костердан лаулап от шығады ғой. Оттың жылуы шығады ғой, сондай қасыңызда жүргенде паркта. Сонда да сезгем. Екінші рет кездесу болғанда уже тоқтамай көзімен жас ақты. Ол да бір очищениенің болды деп ойлаймын. Сіздің аураңыздың, полеңіздің жанында, қасыңызда жүру, ол да бір бақыт. Әркімге бұйыра бермейтін. Қыздар, келіңіздер. Бұл дененің ғана тазаруы емес, жанның да тазаруы деп білемін өзім. Рахмет шын лебізіңізге. Маған да расында жүрегімді сондай бір сезімде отырмын расында. Міндетті түрде жасап тұр екен. Өйткені сіз қаншама талпындыңыз. Сәуле ол сондай бір еңбекқор, жай жатқан жоқ, тігісті де жасайды, өзі тігеді, балаларына да заказды алады. Бір тынбайтын жан ғой. Сосын Алла тағала сіздерге береді бүкіл несібеңізді. Сюрприздер әлі алдыда. Алла жаса 7 қаңтарда үлкен мереке жасаймыз. Әбден өткеннен кейін. Сонда күшті нәтижелеріңізбен тағы да бөлісеміз. Бұл жаңа ортасы ғой, соның өзінде. Бұрын енді сіз білген жоқсыз ғой оны. Паразиттер жейтін, токсиндер миды шағатын. Сосын адамдар өзін жеп бітеді, мен мінезім жаман, мен нервным деп. На самом деле ондай емес қой. Сіз өзіңіз расында өзіңізді өзіңізге қайтарып жатсыз. Өзімнің даусым ұнамай бастады. Осы көктемде бастады. Мен осындай болмап едім ғой. Я не хочу, чтобы так дальше продолжалось. Өзіме өзім түсініп келді. Енді сол Алладан сұрағандай болдым. Қалай өзгеруге болады? Бірақ та өзім бұл неден мәселеден шыға алмаушы едім, сіз болмасаңыз. Расында армандау керек, Алладан сұрау керек екен. Бәрі береді, Алла тағала, машалла. Сізді инстаграмнан көріп қарап жүретінбіз, қызығып. Енді Алланың құдіретімен келіп, сіздің бұл тазару курсыңыздан өтіп жатырмын. Аллаға мыңда бір шүкір. Сізге де көп алғысымды айтамын. Сосын ең бастысы, анау үйде балалар сізбен бірге жаңа көкөніс жей бастады, су іше бастады, өзгере бастады. Салаттар, щетка салат, уже машты өндіруді, мысалы, бұрын білмейтінміз, мен маш алмайтынмын магазиннан, нутты да алмайтынмын. Осындай жақсы заттар, мысалы, зелендарды қалай обрабатывать ету керек, оны да білмейтін, көп нәрсені сізден біліп жатырмыз, үйреніп жатырмыз, рахмет. Сосын ең бастысы, сіз анау балаларға мән беруді үйрендіңіз, құшақтап, сүйіп, әңгімелесіп, сырларын айта бастады. Бұрын ашылмай жүрген қызым ашылып келе жатыр. Балаларым кішкентайлар одан сайын жабысып қалды, құшақтап, сүйіп, бір-бірімізді тыңдауды үйреніп бастап жатырмыз. Рас, сонда анау мидағы артық бізге керек емес зиян нәрселер кете бастаған кезде, адам тоқтап, өз-өзін сезе бастайды, начать слушать себя. Бүкіл ақпарат біздің ағзамызда бар, клеткаларымыз бәрін біліп отырады. Миыңыз постоянно напряженно отырады, не істесем екен, шаршап. Ал енді қазір уже тыңдай бастадыңыз өзіңізді, да? Өзім тоқтатып, тыңдап, балалар тыңдап, осы өмірден ләззат ала бастадым. Жолдасыңыз да риза шығарды? Риза, ол өте риза, бірақ та айтпаса да түрінен көрінеді. Сосын анау армандаған анда айттыңыз ғой, той туралы айтып берсеңіз? Бұрын көйлек кигенде көйлектер жараспайды, қандай кисең де, уже қарның артық салмақ болғаннан кейін уже ешқайсы жараспайды, бәрібір қандай қымбат көйлек болса да.
Сосын өткенде жолдасым достары 50 жылдықтарға шақырды. Сол кезде көйлек іздеп магазинға барғанда армандаған 42 размер көйлекті алып, мен даже білген жоқпын өзім 42 размерге түскенімді. Алып киіп примерочныйға киіп көрсем, шақ, замок бәрі жабылып тұр. Машалла, мына программа работает. Осы міне жемісін көріп жатырмын деп өз-өзіме прям Айгүл ханымға риза болдым ғой. Рахмет. Рас, сол ғой адам өз-өзін жақсы көр деген сол. Өз-өзіңді тыңда, шаршағаныңды біл. Мысалы, ұнаған киіміңді ки, ұнаған тамағыңды же. Сіз жаңа басында қорықтыңыз ғой, қарныңыз ашып қалады, тәттіден тоқтай алмаймын деп, иә? Ол 1-2 күнде кетіп қалды, иә? Иә, 1-2 күнде кетті. Адам миы сопротивляться етеді екен. Прям басында информация береді Айгүл ханым, біз оны қабылдамай, кішкене былай айналсақ та жүреміз. Сосын істеп бастасаң, уже 3 күннен кейін уже болады екен ғой, осылай жүруге болады екен ғой деп. Бірінші этапты бітіріп, енді екінші этапқа несін жібергенде, ол қалай болады, мынаны мен істей алмаймын деп ойлап, адам санасы сопротивляется, прям қарсы шығады екен. Но істеу керек, өзім денсаулығым үшін бірінші істеп бастадым. Ол да болады екен, айтқандарын бәрін орындауға болып, нәтижесін көріп жатырмын. Сосын қолдағы болячка кетті ме, айтпақшы? Азайып жатыр. Псориаз болды, уже азайып қалыпты. Представь, болячка ушла. Ол қалай керемет. Представь, ол вообще өмір бойы кетпейді дейді ғой. Псориаз кетіп қалды. Сонда біз ағзаны тазартсақ, бәрі кетеді. Есіңізде ма? Қолыңыз қалай жұмсарып, қалай күшті болып қалды, крем жағып алғандай. Құрғақ болып тұрды деп едім ғой. Представь, псориаз. Это какая болезнь, да, ваша? Тырнақтарыңызды бәрі әдемінен қапты. Яғни диагностиканы осылай жасаймын ғой, бетіңізге қарап. Есіңізде ғой, енді көзіңіз жарқырап, жанып кетіпті жәшін. Рахмет. Сәуле ханым, расында не айтам, бәрін бұзбай лидер болып жүр ғой. Барлығын. Сосын нәтижеге керемет жасты. Қазір екеуміз суға түсеміз, маржырып айтады. Иә, Айгүл ханым мені есілдің жағасына шақырып, суға түсірді бізді. Енді мен как бастадым, сол тастамай күнде түсіп жүрміз. Өткенде аяздарға да қараған жоқпыз, түстік суға. Еще жолдасыңыз ертсіз енді, не? Иә, жолдасым күнде жұмыста, но өзінің демалысында менімен бірге еріп барып, ол да суға түсті. Өте қызығып, жұмыс болмаса мен де түсіп отырам, енді выходнойда тағы да барам деп дайындалып отыр. Сонда ол сізге риза болып жүр ғой? Подкаст түсіргенде сұрадыңыз ғой, қыз күніне оралғым келеді, осы неден түбегейлі өзгерістен не күтесіз дегенде, мен қыз күніме оралғым келеді деп интервью берген болатын. Сол расында да оралып келе жатырмын, оралғандаймын. Сол кездегі үйленбей тұрғандағы фигурама келдім. Көрдіңіз бе? Көзіңізде мұң болған. Қараңызшы мінекей. Көзде мұң болған. Сол мұң кетіп, көз деген жарқырап кетті. Осыдан-ақ көруге болады. Сонда анау жаңа паразиттер көріп тұрам деген осы ғой. Мен сіздердің көздеріңде мұң көрем. Вообще мұңды көз бар ғой, паразиттің белгісі. Қазір көрдіңіз бе? Сізге сәуле атыңызға сай, көзіңізге сәуле салып қойғандай болып тұр. Көрдіңіз бе? Мен осыға ылғи айтатын. Мен паразитті көрдім деп тұрғанда, я вижу паразиты в глазах деген осы. Олар аны пленкамен прям басып тастайды ғой. Даже катарактан өзі кетіп қалады. Өйткені ол жаңағы үйшік жасайды ғой өздерінің бауырларына. Соның бәрі кетеді, ойлашы. Кәдімгідей еще белокты ағарып та, көзіңізді бүйтіп. Ағарып. Жаңағы сосын бәрі қазір вообще басқа адам. Расында өзіңізді қайтарып, біз Алла тағала сұлу жаратқан ғой бәрі. Мен жай Алланың қалауымен жай себепшімін, сол сіздің кәдімгі сұлулығыңызды қайта жандандырып. Рахмет, Аллаға сансыз шүкірлер. Осы түбегейлі өзгеріске келмегенде мен баяғы осы қалпында жүре беретін едім ғой. Депрессия кетіп қалады, сосын сіз гормональный дәріге көшетін едіңіз. Итак, бір гормоннан құтылдыңыз ғой. Иә, өтероксты ішпеймін қазір уже. Сонда жаман адам жоқ, жаман паразит бар. Бүкіл психика орнына келеді. Бізді керемет қылып жаратқан ғой. Анау гаймородальный жолдардың бәрі тазарып кеткен ғой. Сол үшін ғой морщина да бәрі кетіп қалған. Түсіп кеткен беттің бәрі көтеріліп,
подтяжка жасаған сияқты. Иә. Көрдіңіз ба? Соның бәрі жаңағы мына жердің бәрі, мына скулалардың бәрі көтеріліп, не шығып әдемі болып, Мойным ұзарды. мойын ұзарады, иә. Иә. Сонда ана бойы шөкпейді адамның. Толып қалады ғой токсиндер. Позвоночник, мойын бәрі орнына келеді ғой. Мен ойладым, бұл қиын болса да бұдан өту керек. Мысалы, 40-та болсам, 42-де болсам, неше жыл бойы өзімді улап келдім. 2 ай шыдауға болады. 2 ай шыдауға болады өзіңе оралту үшін. Көп емес бұл. Таң қалдыңыз ғой, қарынды ашпайды екен деп. Қарынды ашпайды, уже бірінші этаптан соңына қарай уже тамақта ішкім келмейді. Есіңе түскенде, ой, ішу керек екен ғой деген уақытқа қарап қана білесің. А уже ішкім келмейді. Сонда ана бізге соншама көп тамақ керек емес, көрдіңіз Керек бе? емес екен. Тіпті ана Көзім енді жетіп жатыр. Тамақсыз да күн көруге болады екен. Мен бұрын аштан өліп қалатын сияқты болғанбыз. А ол сіз емес ойлайтын, оның іштегі сіздің паразиттер. Паразиттер. Иә, тәттіңді солар жегісі Миым келеді. тыныш қазір. Бос ой жоқ. Көрдіңіз бе? Мазамды алатын. Ұйқыда дұрысталды, иә? Ұйқы прям глубокий стал. Потому что мен бұрын бала еміздім, мен поверхностный сон болды. А қазір прям глубокий болып кеткен сияқты. Керемет вообще. Көзімді әзер ашып. Вот соған не жетсін, иә? Рас ана ми босайды ғой, мидағы отырған жаңағы паразиттер кеткенде, ми босайды да, сосын денеңізді тыңдайсыз, өзіңіздің шаршағаныңызды біле бастайсыз. Арасында ұйықтап алады да шығарсыз, иә, мызғып. Иә. Көп ұйықтап керек емес, мысалы 15-20 минут мызғып алсаңыздар обедтен кейін. Соның өзі жеткілікті. Иә. Бірақ әйелдер көбіне напряженный болып жүреді, ұйықтай алмайды ғой. Гастрит, асқазаным ауырмайды, желчь, застой желчи болған, панкреатит, эзофагит, увеличение селезенки болған. Қазір түту, Аллаға шүкір, ештеңе мазалап жатқан жоқ. Соған не жетсін, Аллаға шүкір. Енді ары қарай да әрі бар күндер, тіпті күшті нәтиже болады. Алла жазса 3-ші этап алдымызда. Енді одан да жақсы нәтижелер күтемін. Бұдан да керемет. Менің оқырмандарыма не айтасыз? Бұл түбегейлі өзгеріс программасына келіңіздер, Айгүл ханымның. Өздеріңізге қайтарыңыздар. Жас кездеріңіздегі 18-дегі өздеріңізді қайтара аласыздар. Ол қолдарыңыздан келеді. Менің қолымнан келді, сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Адамның істеген адам істейді. Өмірді жақсы көрсеңіздер, өздеріңізді жақсы көрсеңіздер, обязательно осы тазару курсына келіңіздер Айгүл ханымның. Рахмет, Сәуле ханым. В общем, керемет нәтижеге жеттіңіз. Егер де сіздер де осылай керемет өзгеріп, бір 40 күн ішінде, ойлаңызшы, 11 килограмм, почти 20 сантиметр кетіп, құлпырып, жаңарып, бір пластический операция істеген келіншек көзінде кәдімгідей сәуле пайда болып, өмірге деген ризашылық, үйде қарым-қатынастарың дұрысталып, тек дене мүше емес, психикаңызда, энергияңызды қосылады. Сондықтан парақшаға жазылыңыздар, көп лайфхактар аласыздар, консультацияға келіңіздер, сосын сенбі сайын бізде таңғы астар болады, денсаулық астар. Сол кезде өтіп жатқан кісілермен танысасыздар, нәтижелермен бөлісемін. Керемет біздің вегетарианский кафенің тамақтарынан ас дәмін татасыздар. Сәуле ханым, айтпақшы, біздің астар қалай? Таңғы астар керемет. Тамақтары өте дәмді. Қарасаң көзін тоятын тамақтар. Сізге ең ұнағаны қайсысы? Котлеті ұнады, өте сіңімді, тойымды, прям жесең көзін тояды. Прям өте дәмді. Котлеті ұнады, суши да бар, бәрі да бар. Манты да бар, не жегіңіз келеді, бәрі бар. Қуаныштымын сондай жақсы өткенімізге нәтижеге. Мен көзінен тоқтамай жасы ағып кетті. Кешіріңіз. Рахмет, что искренне радостью делитесь. Слезы счастья — это самое главное. Эмоциональный бір адамның. Расында ондай енді өзгеріс Алла тағаланың берген бір нығметі ғой. Мен өзім де солай айтам ғой. Ол тек емес екен деп. Оңай туу, оңай жүру деп. Мен де вообще ондай қиындық көрмеймін ғой, Аллаға шүкір көрген жоқпын да. Андай біреудің еще мазасы кетеді ғой, үйдегілер, мысалы басым ауырды деп жата берсең. Кімге керексің? Шаршап кетеді ғой, күйеуің де, балаң да мынау да бір ауру екен деп.
расында ауру деген бұрын анау древний Римде, оказывается, мысалы ауырса адамды, оны кәдімгі түрмеге отырғызып қояды екен. Өйткені ол дұрыс тамақ ішпейді, қозғалмайды. Мгм. Прямо за это судили. Мен кейде ойлаймын ғой, шіркін бәрін осы программа өткізіп қойып, парктен шығармай. Иә, сіз бұрын паркқа шығып жүр дегенде мен миыма Сол басында айтпақшы, сол моментда вы не оған жүрген жоқсыз. қалайынан өзімді не представляла паркта жүргенімді. Ана төсектен тұрып, таң атпай, аш қарында жаяу жүруді, даже мен ойлаған да жоқпын мен олай жүремін деп. А қазір өзім аяғым өзі жетелеп тұрады, еще даже анау суға суге барамын ғой. Сонда ана үйде жатқанда келіншектерге айтыңыздар, жатпай лучше жүгіріп кетіңдер деп. Иә, қыздар, келіншектер үйде жатпай, бізбен бірге паркқа жүруге келіңіздер, суға түсіңіздер. Өз денсаулықтарыңыз өздеріңіздің қолдарыңызда. Мен расында ұмытып кеттім ғой сіз жүрмегеніңізді. Иә, мен жүрген Қалай жоқпын. алтыда тұрып келдіңіз? Қатты Иә. өзгергің келген ғой. Иә, иә, келдім. Бәрімізді солай қабылдадыңыз. Ешкімді кеудесіне итерген жоқ. Келем, қатысам деген қыздардың бәрін қабыл алып, өзі бір шын ниетімен кірісіп кетті Айгүл ханым. Рахмет сізге. Қуаныштымын солай пайда бір кішкентай болса да көмек әкелгенге. Енді ары қарай ұзақ өмір болсын. Иә, сіздің прям лайфхактарыңыз көп, прям өмірде де, бәрінде балалармен қарым-қатынас, жан-жақты өзгеріп келе жатырмыз, білім алып келе жатырмыз. Әмин. Енді ары қарай да сіз өте күшті талпыныспен келатсыз. Керемет болады иншалла. Расында ең бастысы сол балаларды бақытты қылу ғой. Өзің бақытты болып, сол бақытпен бөліс. Иә, балалардың қызығын көреміз деп, сол мысалы өз анасы бақытсыз болса, баласы да бақытсыз болушы еді, жан-жақтағы балалар да. Бірінші өз-өзіңді бақытты қылып, өз-өзіңнің денсаулығын дұрыстап, кейін балалардың да денсаулығын не зиян емес деген сияқты, не пайдалы, соның бәрін біліп, көзіміз ашылып келе жатыр. Өте күшті, керемет нәтиже. Енді ары қарай мен прям қуанып отырмын ғой, сіздің неңіз кетіп қалған машалла. Псориаз деген ол бір кетпейтін нәрсе ғой. Адамның миы прям қарсы болады екен, бірақ та өз-өзіңді жеңуге болады. Самое главное, у вас псориаз ушел, да? Да. Вот это. Вот это же сколько лет он продолжался? Где-то бір 7 жыл ма сондай. Представь, да, 7 лет, да, мучений. Это же вообще неприятно же, и постирать не можешь, и мочить Жарылып руки. кетеді, қолың, прям тілініп кетеді. 17 лет, да, этот? Эутирокс. Эутирокс этот. Представь? Мен бауырымды отырғызып тастаған ғой менде. Представь, печень пострадала. Да. А на самом деле достаточно было почиститься. И при этом он же вас не успокаивал. Иә, ол маған бәрібір көмектеспеді, но мен сонда да бір тупо іше берген ғой оны. Докторлар маған айтты, эндокринолог, пожизненно ішесің енді осыны Представь, вот так вот мен диагноз оған поставили. сендім да солай іштім. А на самом деле, я говорю всегда, у вас выбор есть. Читайте аннотацию. Это ваш выбор. Либо вы пьете эту синтетику всю жизнь, которая практически мало помогает, или все-таки органику, травы, здоровый образ жизни. Поэтому выбирайте ЗОЖ, выбирайте очищение, выбирайте себя. Читайте аннотации. Вам, допустим, назначили, но вы, как взрослый человек, всегда думайте о последствиях. Будь хозяином своей судьбы, сам выбирай. Вот всегда я говорю, меня как началось? Я посмотрела аннотации. Я говорю, не хочу, чтобы у меня органы страдали. Всегда читайте аннотации. Зачастую говорят, псориаз это навсегда, да? Да. Все говорят, никогда не... На самом деле не верьте, нету неизлечимой болезни. Вот Саулешка это вот яркий пример. 7 лет появился, и она думала, все, мне уже гормональные, вы, наверное, мазали мази, да? У вас и поэтому вес начал добавляться. Гормональные, синтетические, они, вот эти препараты наносят огромный вред. Все это можно спокойно, органикой, короткий срок. Короткий срок, я за 2 месяца не Даже думала, 2 месяцев не было, 40 дней еще. 40 дней, да. Да, 40 дней Еще только. 2 месяцев даже не прошло. Поэтому не отчаивайтесь. Если у вас какие-то там хронические заболевания, которые вам кто-то сказал, что это никогда не излечится, не верьте. Приходите, очищайтесь, полюбите себя. Это просто супер результат, как вы видите. Будем постоянно делиться теперь
Я теперь сейчас понимаю. У меня тысячи людей прошло, только это было как теоретически я говорила что-то. Мгм. Но так как я не вела эту базу, не брала интервью, я думала, и так все знают. Но вот это классно, что вы делитесь, что вы открыто это говорите. Это классно. Да. Это все было, это все правда. Это я живой показатель, пример. Да, реально. Еще когда грипп был, вы даже не заболели, да? Нет. Представь, вот когда вот очищаешься, на самом деле вот простуда, насморк — это всего лишь организм кричит, очиститься хочет, и все. Как только... Зашлакованная Да, 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 сильно. да. Все сопли, кашель — это только организм кричит, я зашлакован, очисти меня. Поэтому, если хотите таких классных результатов, такой быстрый, эффективный результат и такой быстрый, короткий срок, приходите на очищение. Я даже не думала, что у меня вот талия будет 60 сантиметров. Представь, да? Я Да, когда не говорила, ожидала я даже. Айнаға қарап, я даже не представляла, что у меня вот так будет, что я вернусь в свои 60 сантиметров. эталон красоты. Ну, рахмет. И хорошо, когда вот нету таких явных болезней, которые, ну, если честно, псориаз — это серьезно, конечно, тоже. Но мы просто Псориаз, гипотиреоз, это серьезный. Да, и болезнь. вот представь, вот это все уходит. Настолько замечательно вообще. И потом я такая думаю, нет, оказывается, нельзя останавливаться. Надо... Да, надо говорить. А то біз білмеуші едік. Сіз инстаграмға шықпасаңыз, мен келмеуші едім, өзгермеуші едім. Я теперь понимаю, что надо делиться, надо рассказывать. И, Сауле Ханым, я так рада, что вы искренне поделились этим, что действительно только надо что делать? Правильно очиститься, и все. Да. С правильным учителем. Да, спасибо.